Соның үшін. Енді көреміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мекке қаласы алынған кезде адамдардан ант алған, мұсылманшылық анты. Бұл не екен? Бірінші күні еркектермен ант алып, әрқайсымен жеке-жеке қол алысқан. Ал екінші күні әйелдермен жаңағы анттасқан кезде әйелдерге шарттарды қойып, ең соңында қолын көтерді дейді. Фабайанаху аля залик деп біз осы нәрселерге келістік, анттастық болды деп айтқан кезде әйелдер айтқан, қол алыспаймыз ба деген сынды, инни ла усафихун ниса дейді, мен әйелдермен қол алыспаймын деп айтқан хадис осы жерде болған. Соны көреміз. Біріншісі, шарт қойған кезде пайғамбарымыз мына шартты қойған. Аллаға еш нәрсені ортақ қоспайсыңдар деген шарт қойған. Бір. Сонда әйелдердің атынан сөйлеп тұрған хинт болған, бүкіл әйелдің атынан сөйлеген. Енді қаласақ та Аллаға ортақ қосамаймыз ғой деген, ислам келді, болды ғой, байғы пұттың дәуірі құлады. Екіншісі, ұрлық жасамайсыңдар деген. Сонда ол айтады, мен кезінде Абу Суфияннан, ол Абу Суфиян сараң адам еді дейді, күйеуім. Содан ақша ұрлап, бала-шағама тамақ алып беретімін дейді. Бұл ұрлыққа жатпайды деген де жаңа. Содан егер әйел күйеуінен ұрлап алып, бала-шаға тамақ қылса, ол ұрлыққа жатпайды деген. Ал ұрлап алып төркінге беріп жіберсе, қып-қызыл ұрлық онда. Ол демек не екен? Бала-шаға оны тамақтандыру керек, сараң адам бермей отса, одан ұрлап алып болсын тамақ қылып берсе, ол ұрлыққа жатпайтындығын айтты. Одан кейін үшіншісі зина жасамайсыңдар деген. Сонда жаңағының айтқаны арлы намысты әйел деген зина жасайтын бет деп айтқанда. Сонда ислам келмей тұрып та ар намысты сақтау деген нәрсе ол бар болған ол. Оны жаппай елдің бәрі зина құрып кетті деген сөз емес ол. Арлы намысты әйелдер болған кәдімгі. Онда зина деген бәлеге жоламайтын адам бар ойнасқа. Демек, жаңағы енді мұсылман болып жатқан әйелдің айтқаны арлы намысты әйел зина жасайтын бет деп айтқанда. Сонда көреміз. Осы оқиғада пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам буисту ли утаммима макаримал ахлақ деген, мен көркем мінезді толықтыру үшін жіберілдім деп айтқан. Көркем мінездің бірі де осы деген, адам арлы намысты болуы деген нәрсе. Ол бұрыннан бар еді, бірақ пайғамбар соны толықтыруға жіберілдім деген. Жоқты бар қылу үшін деп айтпаған, бар нәрсені толықтыруға. Демек, сол хадисте осы отырады деген. Демек, не екен, зина жасамайсыңдар деді, одан кейін балаларыңды өлтірмейсіңдер деген шарт қойған. Бұны айтқан кезде Раббайнахум сигаран ва қаталтумухум кибаран дейді. Жастайынан біз өсірдік, сендердің қолдарынан өлген жоқ па дейді. Соғыста өлтірілген ғой бұның ағасы да, жаңағы әкесі де, бауыры да, барлығы жаңағы шайқаста өлген еді, мұсылмандармен шайқасып өлгендер. Соны айтты дейді, пайғамбарымыз әйелге ештеңе демеді дейді ол сөзіне. Сөйтті да ешкімге жала жаппайсыңдар деген шарт қойған. Осы шарттармен пайғамбарымыз осы шарттармен біз анттастық болды, бекітті деп байғат жасады дейді. Осы нәрселерге біз келістік деген кезде қол алыспаймыз ба деген пайғамбарымыз мен әйелдермен қол алыспаймын деп сөзді тамамдағандығын білеміз. Демек, қазіргі уақыттың өзінде егер біз калимамызды айтып мұсылман болған болсақ, жаңағы айтылған шарттың барлығын қабылдаймын деп автомат түрде қабылдаған боламыз. Мен айтқан жоқ. Қайтен сіз айтпасаңыз. Пайғамбар шартты, мұсылмандық шарты мынау деп қойған еді. Аллаға ортақ қоспайсың, ұрлық жасамайсың, зина жасамайсың, өз балаларын өзі өлтірмейсің, біреуге жала жаппайсың деген шарттардың бәрін қоя отырып, мұсылманшылық шартын қабылдаған. Міне мұсылманшылық осылай болады деп. Негізгі иманның болсын, негізгі шарттар ретінде. Біз көретін болсақ, бұл нәрселер сіз мұсылман болғаннан кейін автомат түрде харам етіліп, сізге тыйым салынады бұлар. Мен білмеймін деген нәрсе жоқ. Оның ішінде өзі жасырын жатыр деген сөз барлығы. Соның ішінде мұсылманшылықта жаңағы ара харам қараңыз. Аллаға ортақ қоспау деу арқылы дінді қорғау керек деп айтты. Бұл дінді қорғау екен. Екіншісі, ұрлық жасамау деу арқылы малды қорғау деген, мал мүлікті, дүниені қорғау. Оның үшін не істеді? Ұрының қолын кесіңдер деп үкім қойды. Зина жасамайсыңдар деу арқылы жаңағы нәсілді қорғау деп айтқан, ата текті сақтау. Соның үшін зинаны харам деді, үйленіңдер деді. Біреу жетпесе 4 әйел кейін ал деді. Қойып берді. Бірақ не? Адал жолмен болу керек екендігін бұйырды. Одан жаңағы балаларыңды өлтірмейсің деу арқылы жанды қорғау деген нәрсені. Адам өлтірген өлтіріледі деді. Қысас. Бұл не екен? Бұл нәрсенің барлығын дініміз қой. Енді жала жабу.
жала жабу дегенге байланысты оны екіншіде ғалымдар басқа жағынан да пәтуа шығара келіп нені шығарған, оны ақылды қорғау деген нәрсені кіргізген. Бұған ше жаланың ісінде. Сонда осы жерде көреміз, сол ақылды қорғау үшін арақ, есірткі деген нәрселердің харам етілуі деп айтқан. Олар харам еткен, әдейі бұған тыйым салып ақылды қорғау керек деп айтқан. Сол нәрсені 5 нәрсені қорғау керек деп бекіткендігін көреміз.